Анау біздің анау жаңағыдай араб қол дей беретін адамдарға бір кішкене бір айтқымыз келеді да, субханалла. Ол кім ол араб қол? Әл-Фараби баласоғын дулатилар ма араб қол? Исламның ғалымдары болған, ислам жайында неше-неше еңбектер жазған. Бүкіл өмірін тақуалыққа арнаған Қожа Ахметтер ме араб қол? Не болмаса Бекет аталар мен Қарахан Арыстан баптар мен Шашта Әзіз әулиелеріміз ба мәселен араб қол? Не болмаса сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жасына келген кезде болды, бұл пайғамбар жасынан ар жаққа қарай мен жер бетінде өмір сүре алмаймын деп жердің астына кіріп кеткен Ахмет Яссауи ма араб қол мәселен атамыз? Не болмаса сол Ахмет Яссауидің енді бар кесенесін бар бұзып тастайық онда, араб қолдың кесенесі деп онда. Не болмаса сол Ахмет Яссауидің жанында жерленсем, әйтеуір бір осы кісілердің бір мархаметі мен Аллахтың бір рахметіне жақын болатын шығарым деп сол кісінің жанына жерленген бәленбай хандарымыз ба араб қол мәселен? Бүкілі құбыла қарап, құбылап жатқан мазарлардың, қазақтардың мазарларын қарасаң, барлығы бұлай жатып, құбыла қарап, бет бұрып қойған, бүкіл құбыла қарап жатқан бабаларымыз ба сонда араб қол? Аңтан қаласында елді шариғатымен басқарған, жеті жарғы шығарған, жеті жарғысының ешқайсысы шариғаттан сыртына шығып кетпейтін қазақтың хандарыма сонда араб қол? Бәленбай жылдан бері өмір сүріп келе жатқан. Дулығыларында ла илаха иллаллах Мұхаммаду Расулуллах ла хаула ва ла қувата илля биллах деген батырларымыз ба араб қол? Қылыштарында калимасы Аллаху акбар деген сөздері бар батыр бабаларымыз ба араб қол? Бастарына сәлде киген Төле би, Қазбек, Әйтеке билер ма араб қол мәселенше? Аңтан қаласында ұрандары Алла өзі қолдасын болған алаштар ма сонда араб қол? Субханалла. Анау мөрлері бар ғой, өзге елдерге, шет елдерге хат жолдаған кезде, сол хатының соңына олай мөрін басқан кезде сол мөрде Алланың жалғыздығы ла илаха иллаллах Мұхаммаду Расулуллах деген жазулары бар мөрлер тағып жүрген, өзінің мөрін сол Алланың кәлемімен қоятын хандарымыз ба сонда араб қол? Субханалла. Жастайынан медресе оқып, кішкентайынан Құран жаттаған Әйтеке билер мен Төле билер, Қазбек билер ма сонда ол араб қол? Субханалла. Бірінші тілек тілеңіз бір Аллаға жазбасқа, екінші тілек тілеңіз әзәзіл пасық залымның тіліне еріп азбасқа деп айтып келіп, бесінші тілек тілеңіз 5 уақытты 5 намаз біреуі де қаза қылмасқа деп жырлаған Бұхар жырау ма араб қол? Не болмаса қара сөздің маманы болған, атасы болған, бәріміздің атамыз, бәріміздің бабамыз деп бәр жерге мақтан тұтып айтып жүретін Абай ма араб қол? Не болмаса сол Абайдың анау Меккенің төріне барып, қазақтар Меккеге келген кезде айдалаға келгендей болып қалмасын деп сол жерге қонақ үй соқтырған Құнанбай ма араб қол? Бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық деп айтқан кім еді? Ыбырай ма араб қол? Субханалла. Туында арабша Алла жар болсын деп жазып алған Алаш ордасының барлығы сонда араб қолдар ма сонда? Әдебиет кітабын ашатын болсаң, кішкентай күнінде медресе оқыған бүкіл зиялыларымыздың барын онда бұл қылайық. Субханалла. Біз айтамыз да, бұл араб қол деген нәрсе просто бір ислам дінін ұнатпайтын адамдардың аузына шыққан дүние ғана.